Құрметті көрермен, қасиетті Рамазан айымыз құтты болсын баршамызға. Ораза ұстап отырған жандарға қабыл болсын деймін. Халқымыз аман, еліміз тыныш, жаман індеттен тезірек құтылуымызға Алла нәсіп етсін. Рамазан айы болған соң сіздерге классикалық жент дайындап көрсетемін. Әсіресе сәресіне жеген абзал, күні бойы тоқ жүресіздер. Жент қыста да жазда да бұзылмайтын, әрқашан өзінің нәрлігі мен дәмділігін сақтайтын, сондықтан да көшпелі халықтың дастарханынан тиесілі орын алған ұлттық тағам. Ол қазіргі кезде де өзінің құндылығын жойған жоқ. Жент қоспасының мөлшерлері, дәмділігі, дайындаушылының өз қалауына, шеберлігіне байланысты. Женттің қандай түрі болмасын тілі үйреді. Оны жесең тәбетің ашылады. Ал емдік қасиеті болса өз алдына. Классикалық жент құрамына 200 грамм талқан, 80 грамм қант ұнтағы, сары май үй температурасында еріген 165 грамм. Талқан мен қант ұнтағын араластырамыз. Үстіне еріген сары майды салып араластырамыз. Дайын болған қоспаны қолмен домалақ қылып жасауға, немесе силикон формасына салуға болады. Енді тоң азытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Матвиенко Анна, я ученица Назарбаевской интеллектуальной школы. Я бы хотела сегодня к Дню единства народов приготовить народное русское блюдо. Свой выбор я установила на блинчиках и компоте. И начнем мы готовку с компота. Всем известно, что компот готовится у нас из сушеных и замороженных ягодных фруктов. Поэтому у меня сегодня на столе сухофрукты. Это яблоко, курага, финики, шиповник, клюква и хурма. И также у меня на столе замороженное. Итак, засыпаем наши ингредиенты в кастрюлю.
друзья! Всех с наступающим праздником! Мы сегодня с Адель хотели вам предложить рецепт приготовления татарских беляшей. Мы часто готовим беляши на наши семейные праздники. Для этого мы берем муку, соль, немного теплой воды и, естественно, дрожжи. В воду добавляем немного соли, немного сахара, дрожжи, кладем муку, добавляем немного подсолнечного масла и размешиваем тесто. И ставим тесто на час в теплое место. Ну вот, друзья, наше тесто поднялось. Мы теперь из этого теста раскатываем большую одну верхушечку. Готовим наши беляши и разворачиваем. Добрый день! Сегодня мы готовим украинские галушки. Очень вкусное и сытное блюдо. Нам понадобятся такие ингредиенты. Мука пшеничная 400 грамм, куриное яйцо 3-4 штуки, лук репчатый 1 штука, вода 250 миллилитров, сливочное масло 50 грамм, соль, специи по вкусу, сметана. Сотейники соединяем воду, масло. Доводим до кипения, солим по вкусу. Затем порционно в сотейник с маслом и водой добавляем муку и быстро замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Еще мягкое тесто добавляем яйца одно за другим и быстро перемешиваем.
продолжаем смешивать все ингредиенты. Тесто становится рыхлым, так что теперь можно набирать ложкой. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения, солим по вкусу, черпаем столовой ложкой готовое тесто и опускаем в кипящую воду. И так проделаем со всем тестом. Галушки должны всплыть. Варим 4-5 минут. На разогретой с растительным маслом сковороде обжариваем до золотистого цвета лук, соль и приправы по вкусу. Готовые галушки раскладываем по тарелкам, украшаем жареным луком, подаем со сметаной и специями. Herkese merhaba. Bugün biz Türk mutfağının meşhur tatlısı şekerpare yapacağız. İlk önce tencereye 2 bardak şeker ekleyin. Sonra 3 bardak su ve karıştırın. Düşük ateşte şekeri eritmek lazım. Sonra limon eklemek lazım. Kapaya 125 gram tereyağı, çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik ekleyip karıştırmak lazım. Karıştırdığınız zaman 3 bardak un eklemek lazım. Hamuru şekillendirdikten sonra fırın tepsisine koyun. Üstüne yağlandırıp ceviz ekleyin. Ve şimdi 1,5 saatte fırına koyun. Hazır kurabiyeleri ayrı tencereye koyup şerbeti dökün. Tatlımız hazır, bayramınız kutlu olsun.好，我来介绍一下如何做一道有名的中国菜——洋葱炒烤肉。
很叫胃口。Bizler bugün as мәзіріне Uyghur'un ұлттық тамағын дайындаймыз. Сәлеметсіздер, менің атым Сұлушаш, мен Нұралидің әжесімін. Нанымызды иледік, енді төңкеріп қоямыз. Тұну керек. Нан қимасын дайындадық. Қимаға етімізді туырадық, оны қуырдық пиязбенен, сәбізін қостық, реткімізді қостық, тәтті бұрыш қостық, ашты бұрыш қостық, ішінде чесногын қостық. Одан томатын қостық кішкене, помидор қосылу керек, біз томат қостық. Қуырып дайындап қойдық, құймасы дайын. Енді көкөністер бетіне себеміз, укроп, петрушка, кинзаны.